Біздің самый виновник торжества некрофил. Жоламаңдар маған. Мүлдем қалада көрсеңдер айналып өтіңдер. Блин, реально очень неплохо. Менден қорқып болыңыздар, пожалуйста. Тамашаласам. Это образ. Самый-самый добросердечный, добрый мужчина. Это просто роль. Сондықтан біліп қойыңыздар. Пикми некрофил. Компетил. Ал қолдауларыңызға көп рахмет. Мен қайра Алматыға шығып баратам. И көбісі ойлапты, менде озвучка болды деп. Жоқ, ал жақта деген бүт бар сценарий жаттап, әрбір мен сөйлегенді қарап, мен қырғызша сөйлегенге әрекет қылдым. Рахмат байқап жатқандарыңызға. Сол біз Алматыға шықтық, өте шаршап қалдық негізінде. Негізінде көбісі айтып жатыр, Аружан неғып андай күшті болып киініп келмедім деген сияқты. Мен негізі үлгермей қалдым. Алматыдан біз 6 сағат жол жүріп келдік кәдімгідей. Өйткені жолда боран болып, біз чуть трассада не застряли, короче, и дымға да үлгермей қалдым. Көйлегімді осы жақтан алам деп ойлағам да, оянып келем деп. Какой там дымға да үлгермей қалдым. Но зато келдік, көрдік, главное присутствие. Енді Қазақстанда болатын премьераға енді сосқа болып барамын. Әйтеуір үйтіп Алматыға жеттім. Қайтқа мән бермейін десем, осылай жағдай болып қалады да. Сен осы арқылы көтерілдің, сен ана битті деп. Не надо ол жаққа да, мына жаққа да, сен арқылы көтерілдің, сен арқылы. Енді Құдай сөйтіп тағдырымызға жазып қойыпты. Несібемізді осылай бір адам арқылы, оған мен арқылы, маған ол арқылы мүмкін берілген шығар. Бірақ не стоит отменять тот факт, то, что бұл жақта үлкен еңбек жатыр. Маған просто обидносы болғаны, люди не оценивают мою работу, сколько работы здесь проделано, а просто оценивают вот ты мразь, вот неблагодарная, типа. Ну все, хватит же, ребята. Прошлое, оно в прошлом осталось. Все, оно так и должно остаться. Просто түсінбеймін, адамдар до такой степени прям біреуді унижать етіп, сіздер деген кәдімгіден балағат сөздер жазып, мен сіздерге не жаманшылық көрдіңіздер менен? Просто мында айтайыншы, мен ешқай жерде Қырғызстанды жамандаған емеспін. Просто наше отношение с одним человеком не должно касаться нации, да? Это отношение между мной и другим человеком. Это никак не касается нации. Мен ешқашан Қырғызстанды жамандап, ойбай, мен Қырғызстан арқылы көтерілген жоқпын деп ешқашан айтпаған. Мен всегда айтатынмын, Қырғызстан елі мені всегда көтереді. Қырғызстан елінде осылай мені қолдайды деп всегда айтып жүремін. Ешқашан ешбір интервьюмда бір жамандаған кезім болмапты. Наоборот, көтеріп всегда вот деп қырғыз тілін үйреніп, мен кәдімгідей сіздерге бір хотя бы менен бір не болсын деп қырғыз тілін үйреніп жүрем. Ошондуктан екі адамның отношениясын ешқандай нацияға, пожалуйста, бөлмеңіздерші. Это отношение между людьми, а не нацией.